Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен қамыры жұмсақ әрі өте дәмді шығатын етті бәліштің жасалу жолымен бөлісемін. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және видеоны соңына дейін көріп шығыңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, тұз және ас содасы, айран, жұмыртқа және бөлме температурасындағы сары май. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды саламыз және оған ас содасы мен тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Әдеттегідей біздің айранымыз көлемін ұлғайтады. Кейіннен оған жұмыртқамызды салып араластырамыз. Және бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып, тағы да бір жақсылап араластырамыз. Кейіннен ұнымызды аз-аздан сала отырып, массамыз қанша өзіне ұн алады, сонша саламыз. Енді қолымызбен қамырымызды біріктіреміз. Қамырды әбден иі қанғанша асықпай илеген дұрыс. Мінекей, біздің қамырымыз дайын. Қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болуы тиіс. Енді қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа аздаған уақытқа қоя тұрамыз. Ал оған дейін біз начинкасын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: фарш, картоп және пияз. Жақсы дәм беру үшін мен аздаған қырыққабатта қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәбіз, не болмаса асқабақ қоссаңыздар да болады. Және 2 тісше сарымсақты да қосып жібердім. Сондай-ақ дәміне қарай тұз бен бұрышын қосасыздар. Менде картоп көп болып кеткендіктен мен барлығын қосқан жоқпын. Шамамен 2 кішірек картоп қостым. Сонымен біздің начинкамыз дайын. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін кішірек, ал екінші бөлігін үлкендеу қылып аламыз. Бұндағы қамырдың үлкен бөлігі біздің бәлішіміздің астыңғы бөлігі, ал кіші бөлігі үсті болып саналады. Енді қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Бірінші біз мінекей астыңғы бөлігін жайып противеньге орналастырамыз. Ал содан соң екінші үстіңгі бөлігін жайып бір шетке қоя тұрамыз. Енді қамырымыздың үстіне етімізді салып, жақсылап орналастырып шығамыз. Кейіннен қамырымыздың беткі бөлігін жауып, осылай шет-шетін қысып шығамыз. Енді біздің бәлішіміз сәнді көріну үшін шет-шетін қысып, осындай узор салсаңыздар да болады. Немесе қамырдың артық жерін пышақпен не қайшымен кесіп тастасаңыздар да болады. Мен қамырдың артық жерін кесіп алып, қамыр босқа қалмас үшін осындай узор салып, бәлішіміздің үстіне сәндік үшін қоя салдым. Енді бәлішіміздің ортасын тесіп және жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша бәліштің үстіне кунжут не болмаса мак сепсеңіздер де болады. Пешіңіздің ыңғайыңызға қарай бәлішті 180 градуста 45-50 минут аралығында пісіріп аласыз. Біздің бәлішіміз дайын. Дәмі деген енді тілі үйреді. Қамырын қараңыздаршы, қандай жұп-жұмсақ. Дәл осы рецептімен жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мөлдір.